Облыс әкімі Ғали Есқалиев жұмыс сапарымен Сырым және Қаратөбе аудандарына барды. Сапар барысында аймақ басшысы әлеуметтік нысандардың құрылысына зер салды. Сонымен қатар агроқұрылым мен шағын кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен танысты. Өңір басшысы Шолақ Аңқаты өзені мен кең ащы жерасты су қорын пайдалану жұмыстарын саралады. Шолақ Аңқатыда 3 жыл бұрын су жіберу құрылғысы орнатылған, нәтижесінде жайылым мен шабындықты суаруға, мал санын арттыруға жаңа жол ашылды. Ал кең ащы су қорынан өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде биыл Жымпитыға құбыр тартылады. Облыс әкімі мердігерге жұмысты 5 ай ішінде толықтай аяқтауды және сапаға мән беруді тапсырды. Ауыз су мәселесі де Жымпитының ең үлкен мәселесінің бірі. 5 айдың ішінде бітіресіздер. Солай келістік қой. Сосын келесі 5 ауылдың несін жобасын келесі жылға қарастырып көреміз. Кейін аймақ басшысы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының жүзеге асырылу барысын бағамдады. Мамыр айында Жымпиты ауылындағы Досмұхамбетов, Жұмағалиев, Байжанов, Мендалиев көшелерінің жөндеу жұмыстары басталған. Жолдардың жалпы ұзындығы 3 шақырым. Жобаға 200 миллион теңгеден астам қаражат бағытталды. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жергілікті 7 тұрғын маусымдық еңбекке тартылған. Көшелермен қатар бірқатар әлеуметтік нысанда жаңғыртылуда. Жуырда Қайсар спорт клубы орналасқан кешен жаңа кейіпке енді. Ғимаратта спортшыларға қолайлы жағдай жасалған. Ал балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы мен Абай атындағы орта мектепті жөндеу жұмыстары жалғасуда. Ұлы ақынның есімін иеленген оқу орнының салынғанына 30 жылдан асқан. Ғимарат бүгінде ескіріп, есік терезелері шатыры қирай бастаған. Жаңбырлы күндері төбеден су сорғалап, талай рет сабақ өткізілмеген кездер болған. Мектептің төбесі мүлдем жабылмаған, сондықтан өте қатты су кетті. 3-ші этажда тіпті біздерде қатты жаңбыр жауған күндері, биыл қыс жаңбырлы болды ғой. Ешқандай да бір мүмкіндік болған жоқ оқитын. Тоқ көздеріне су кетіп, бір күндері таңертең келгенде балаларды, оқушыларды және мұғалімдерді классқа кіре алмаған кездеріміз болды. Нысанды жаңғыртуға биыл 416 миллион теңге жұмсалған. Қазір құрылыс қарқын алды. Тиісті жұмыстарды жаңа оқу жылына дейін аяқтау көзделген. Сырым елінен соң облыс әкімі Қаратөбеге ат басын бұрды. Алдымен Сулукөл ауылдық округіндегі Қалдығайты орта мектебін жөндеу жұмыстарымен танысты. Ғимараттың іргетасы 1986 жылы қаланған. 2005 жылы күрделі жөндеуден өткен. Биыл қайтадан жаңғыртылмақ. Есік терезелер ауыстырылып, қабырғаларды әктеп, бояу жұмыстары жүргізілуде. Әрі материалдық техникалық базасы нығайтылады. Бұл өз кезегінде білім сапасын жақсартуға серпін берері сөзсіз. Ғали Есқалиев сондай-ақ Ханкөл ауылындағы ескі мектептің жай-күйін зерделеді. 1979 жылы бірінші басты негізгі корпусы пайдалануға берілген. Содан кейін бұл мектеп бала санының көбеюі, жалпы халықтың орналасуының тығыздалуына байланысты екінші корпус салынып, 1990 жылы пайдалануға берілген екінші корпуста. Қазіргі уақытта осы екі корпуста жалпы 81 оқушы, 9 мектепалды даярлық тобы және 18 шағын орталық тәрбиеленушісімен барлығы 108 бала тәрбиеленуде. Жалпы қазіргі уақытта осы 108 балаға біздің мына мектебіміз таршылық етуде, қосымша сабақтар, факультатив, үйірме сабақтарын өткізуге кабинеттердің жетіспеушілігі қиындық тудыруда қазіргі уақытта. Сонымен қатар мектебімізде көркем еңбекке арналған, технология пәніне арналған кабинет, дене шынықтыру сабағын өткізетін спорт залдың болмауы қазіргі уақытта біздің оқушыларымызға, жалпы педагогтарымызға көптеген қиындығын келтіруде. Мектепті жөндеу немесе жаңа ғимарат салу мәселесі алдымен жан-жақты талқыланып, сараптама жүргізілгеннен кейін шешім қабылданады. Қаратөбе ауданында тұрғын үй құрылысы жанданды. Ауыл шетінде қаздай тізіле салынып жатқан бұл 67 баспана Нұрлы жер бағдарламасы аясында қолға алынған жоба. Құрылысқа бюджеттен 550 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Мердігердің айтуынша материалдар жеткілікті. Құрылысқа отандық өнімдер пайдаланылуда. Құрылыс несі былтыр басталған. Биылғы үстеміз жылдың желтоқсан айында бітуге жоспарлануда. Жұмыс барысында құрылыс нысандарында санитарлық талаптар сақталуда. Ауданда үй кезегіне 223 отбасы тіркелген. Биыл баспанаға мұқтаж жанұялардың 30% пәтермен қамтамасыз етіледі. Құрылыс барысында тиісті органдар мен қоғам белсенділері бақылау жүргізеді. Облыс әкімі аудандағы кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығы салаларына да назар салды. Қаратөбе ауылында былтыр алкогольсіз сусындар өндірілетін зауыт іске қосылған еді. Кәсіпорынның өндірісі өрісті. Зауытта күніне 24 мың дана құты сусын, ал жылына 13 тоннаға дейін өнім өндіруге мүмкіндік бар. Ғали Есқалиев ауылдық жерлердегі кәсіпорындар аудан экономикасын жақсартуға және жергілікті өнім үлесін көбейтуге оң ықпал ететінін жеткізді. Облыс әкімі сонымен қатар Жусандой ауылдық округіндегі Ақжол шаруа қожалығына барды. Агроқұрылымда қазір 100-ден астам асыл тұқымды ірі қара бар. Фермер етті, сүтті бағыттағы мал санын арттыру жұмыстарын одан әрі ширатпақ. Агроөнеркәсіп кешендерінің оң көрсеткіші аудан әлеуетінің артуына зор үлес қосары анық. Еркебұлан Самадияров, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.